Hello everyone, welcome to the English lesson with English class. Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар, құрметті ағылшын тілін сүйер қауым. Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ өте қызықты болады, өйткені сабақтың тақырыбы Introducing yourself in English, яғни ағылшын тілінде өздеріңізді дамыту. Яғни бүгінгі сабақта ең актуальны деген темадағы фразалармен қалай өзіңізді таныстырасыз, күнделікті өмірде қолданылатын сөздерді айтатын боламын. Сонымен қатар оқушылар, мен әрбір сабақ барысында жаңа сөздерді айтып отырамын, міндетті түрде жазып алыңыздар. The first way is greeting. Greeting the means it's say hello or say how are you, such as that. Greeting дегеніміз бізде амандасу. Greet дегеніміз амандас, яғни қал жағдайын сұрау. Ал greeting сол амандасу күнделікті күнде деген мағынаны білдіреді. Greeting means formal and informal. Formal greetings they are hello, good morning, good afternoon, good evening, just a pleasure to meet you, it's nice to see you. Яғни формал дегеніміз бізде формалды, қандай бір сіздер хаттар жазасыздар, компанияларға резюмелер жазатын кезде осылай сөздерді қолданасыздар. Яғни толығымен hello, good morning, қайырлы таң, good afternoon, қайырлы түс, good evening, қайырлы кеш, it's a pleasure to you. Яғни сізге деген осылай айтуым бар еді, осылай дайынсыз ба, боссыз ба деп формальды түрде айтасыз. Ал екінші жақ informal. Informal дегеніміз, яғни дұрыс емес, яғни қысқартып жазсаңыздар болады. Мысалы, hello сөзін жай ғана өзіңіздің досыңызға сообщение жазып жатқанда hi, hey деп жаза саласыз. Не болды дегенде what's up, қайырлы таң дегенде morning, how are things, how is going, it's good to see you, what's new, яғни қандай жаңалығың бар, қалың қалай, қазақ тілінде айтқанда, күнделікті өмірден айтқанда, че там не істеп жатырсың дегендей. Яғни бізде түсінуіміз бойынша greeting дегеніміз амандасу, біз күнделікті өмірде амандасамыз, яғни формалды түрде біз қандай бір резюмелерде, қандай бір өз бір компанияларға жазатын кезде, немесе айтатын кезде бір үлгілі тұлғалармен сөйлесетін кезде формалды түрде қолданамыз, жай ғана өзіңіздің құрдасыңызбен, досыңызбен амандасып сөйлесіп жатқаныңызда informal жағдайда қолданасыз. So, first way you need to greeting with somebody, then you say your name. What's your name? And how is it said? And what about also? Барлық жағдайда қолданылатын фраза, әсіресе өзіңіздің атыңызды айтатын кезде my name is. My name is Сәуле, my name is Гүлнұр, and the center. Менің ойымша my name is деп дәл қазіргі уақытта қолданудың қажеті жоқ, өйткені оны барлық адамдар қолданады, барлық деңгейдегі. Өзіңізді бір ерекше етіп көрсету үшін I am немесе I am деп айтсаңыз болады. I am Сәугүл, I am Anna, I am Jack дегендей. Мына жерде мысалдар белгіленген. Hello, my name is Anna. Hello, I am Stacy. Good morning, I am Becky. Яғни сіз амандасу барысында қалаған сөзіңізді таңдайсыз. Hello дейсіз ба, good morning дейсіз ба, good afternoon дейсіз ба, good evening дейсіз ба, кез келген сөзді таңдап өзіңізді таныстырасыз. Ал үшіншіден, сіз өзіңіздің амандастыңыз, есіміңізді айттыңыз, одан кейін жасымен танысасыз. How old are you? Сенің жасың қаншада? How old you are? Немесе сен нешедесің деп сұрақ қоямыз. Дәл осы жағдайда сіздерге санды үйрену керек болады, яғни өзіңіздің жасыңызды айту үшін. Ал сандарға байланысты сабақ ең алғашқы видеомда көрсетілген. I'm 9 years old, мен 9 жастамын дегенде, I'm 25 years old, мен 25 жастамын деп кез келген бір санды қойып, айта аласыз. Немесе I am in my early or might or late, одан кейін қандай бір санды айтасыз дегендей. Ал бұл жасты айту өте оңай, өйткені I am in my early 20s or I am 20 years old. Екі фразаның біреуін қолдансаңыз да, дәл қазіргі уақытта екеуі де актуальны.
Ал үшіншіден place or origin, яғни where are you from? Сен қай жақтансың, сен қай жерде тұрасың деп танысқан кезде міндетті түрде сұрайды. Дәл сол жағдайда қалай жауап береміз? I'm from Almaty. Мен Алматыданмын. I come from Almaty. Мен Алматыдан келдім. I was born in Almaty. Мен Алматыда тудым. I'm originally from Almaty. Мен Алматыда жалпы алматылықпын деп айтасыз. Немесе қандай бір мемлекетті айтасыз, немесе қандай да бір country, ауданды айтасыз, қаланы айтасыз. Ол маңызды емес. Міндетті түрде мысалы танысасыз, good afternoon, my name is Гүлнұр, so I'm from Almaty деп айтады. Менің ойымша бұндай көптеген фразаларды қолданудың орнына ерекше фразаларды қолданыңыз. Тем более сіз деген ағылшын айтып жатқан кезде информал жағдайды қолдана аласыз. Hi, I'm Гүлнұр, I come from Almaty деп ерекше бір өзіңізді ерекше көрсететін фразаларды қолданған жөн. Residence, where you live. Сен қай жақтан екендігін білді ол адам, одан кейін сен қай өңірде өмір сүресің, сол туралы білу қажет. Сол уақытта оны біз residence деп атаймыз. Where you live. Сен қай жерде өмір сүресің. Country, maybe town, maybe city, maybe your house, maybe apartment. Өзіңіздің қалауыңыз. Яғни мен Қазақстанда тұрамын десем, I live in Kazakhstan. Немесе I currently live in Kazakhstan. I'm currently living in Kazakhstan. Осы үш фразаның кез келген таңдасаңыз да, сіз әрдайым актуальны, сонымен қатар ерекше болып көрінетін боласыз. Яғни residence қай жақта тұрасыз, ал place or origin қай жақтан шықтыңыз, сол мағынаны білдіреді. Міндетті түрде осы фразаларды қолданып, өзіңізді ерекше таныстыруыңызға кеңес беремін. Occupation, your job, role and the time period. Яғни сіздің жұмысыңыз дәл қазіргі период, яғни уақыттың периодын айту керексіз. Осындай жағдайда кейбір адамдарды сұрайды. Бұндай жағдайда сіздер оған толықтай exactly етіп жауап берулеріңіз қажет. Сол жағдайда осы occupation'ды қолданамыз. Мысалы, өзіңіздің мамандығыңызды таныстырған кезде I'm a manager at company, компанияңызды айтатын, өзіңіз қалаған компанияны айтасыз. I'm a student studying at university, немесе I work at, қай жерде жұмыс істейсіз, қай жерде оқисыз, немен айналысасыз, соның барлығын танысқан кезде де айтуыңызға болады. Сол жағдайда сіз өзіңізді таныстыру үшін мысал келтірейік. I'm the manager of a coffee shop. I have worked there for the past 5 years. Мен осы кофейня шопта менеджермін, және де бұл жерде жұмыс жасағаныма 5 жыл болды деп айтып жатыр. Яғни time period дегеніміз қанша уақыт жұмыс істедіңіз, қанша уақыт оқып жатырсыз, соның барлығын айту. Екінші мысалды да қарастырып жүрейік. I work at Selfridges as a customer service advisor. Мен осындай Selfridges болып, осындай жерде жұмыс жасаймын деп айтып жатыр. Яғни местоположение қай жерде жұмыс жасадыңыз, және не болып жасайсыз, және қанша жыл сол іспен айналыстыңыз, сол туралы айту керексіз. Өзіңіздің жұмысыңыз туралы айтыңыз, барлығы туралы айтыңыз, ал енді өзіңізді таныстырып біткеннен кейін өзіңіздің отбасыңызбен таныстырасыз. Мен осындай отбасыдан шықтым, менің осындай отбасым бар деп мақтан тұтып айтатын жандар бар. So you need to describe the people in your family, such as you're greeting with somebody, then you say to your family's member and describe your mother, father. So in that moment we use that sentences. I have from a family of number. I have 2 brothers and 1 sister. It's describing. My family consists of mention each person. So I'm from a family of 4. My family consists of myself, my parents, and my 2 younger brothers. It's describing also your family. You greeting with your family. Ал енді
Қазақша түсіндіре кетейін, бізде жалпы family дегеніміз отбасы, describe the people in your family дегеніміз describe деген сипаттау, демек сенің отбасыңдағы адамдарды сипаттау. Ол үшін осы фразаларды қолданасыз. I am from a family of, қай семьядан, яғни отбасыдан екеніңізді айтасыз. I have 2 brothers and 1 sister. Өзіңіздің қанша бауырыңыз бар, қанша ағаңыз, ініңіз, әпкеңіз бар, сіңіліңіз бар. Осы фразаны қолдана отырып айтасыз. Яғни I have дегеніміз менде бар. My family consists of. Егер өзіңіздің жаныңыз қаласа, осы фразаны да қолдансаңыз болады. 3 фразада дәл қазіргі уақытта өте актуальный, яғни ерекшеленіп тұра аласыз. Өзіңізбен танысқан кезде сіздің деңгейіңіздің жоғары екенін осындай фразалар арқылы қолдану арқылы сіз өзіңіздің керемет екеніңізді айта аласыз. Енді мысалдарды оқиын. I am from a family of 4. My family consists of myself, my parents, and my 2 brothers and 2 sisters. Ол дегеніміз мен осындай 4-ші деген семьядан боламын, яғни отбасыдан боламын. Мен өзімнің отбасымды мақтан тұтамын. Менің отбасымда 2 ағам және де әпкем бар, немесе сіңіл. Яғни brother дегеніміз бізде әрі аға, әрі әпке деп айтады. Sister дегеніміз brother дегеніміз әрі аға, әрі іні. Sister дегеніміз әрі әпке, әрі сіңлі ретінде қолданылады. Ал енді хоббиге тоқталайық. Өзіңіздің семьяңызбен, отбасыңызбен таныстырдыңыз, одан кейін өзіңіз туралы ары қарай жалғастырасыз. Сіз хобби дегеніміз бізде бос уақытында айналысатын қандай бір іс. What do you enjoy doing? Және де сол істен сіз ләззаттанасыз. Сол уақытта біз осылай өзіңіздің хоббиіңізбен таныстырасыз. My hobbies are maybe listening to music or reading or painting and etc. And in my spare time I like to drawing or helping for my mother or listening to music. Here I like to spend my time to listen music, to drawing, to driving, to swimming дегендей. Яғни байқағандарыңыздай біз хоббиді айтқан кезде барлық етістікке міндетті түрде ing жалғаймыз. Сонда ғана біздің хоббимен таныстырғанымыз дұрыс болады. Егер де сіз былай айтатын болсаңыз, in my spare time I like to listen, I like to read деп қойсаңыз, ол түбегейлі қате болады. Оған ing жалған кезде дұрыс болады. In my spare time I like to listening or reading or writing дегендей. Енді мысалдарға көшейік. My hobbies are drawing and reading. Менің хоббим олар сурет салу мен кітап оқу. I love to spend my time drawing and reading as it makes me feel happy. Мен өзімнің уақытымды сурет салу мен оқуға өткізгім келеді, өйткені ол мені бақытты етеді, қуанышты етеді. Міне, байқағандарыңызда барлық етістікте ing жалғанған. Сол арқылы осы фразаларды қолданып хоббимен таныстырған. So, when we create, we need to speak of our future plans or future goals. So, what you aim to do in the future? That's your plans for future. Such as, in the future, I would like to be a doctor, to become a scientist, and etc. I'm to become a doctor. My dream is to be like to a doctor, maybe teacher. Яғни сіз танысқан кезіңізде сол адам сен өскенде кім болғың келеді деп сізден сұрайды. Сол жағдайда сіз осы фразаларды қолдана отырып, болашақта қандай маман иесі болғыңыз келеді, соны айтатын боласыз. In the future, I would like to become a doctor. Мен болашақта доктор болғым келеді. I'm to become a doctor. Мен доктор болам деген ойдамын. My dream is to be doctor. Менің арманым ол доктор болу, яғни дәрігер болу. Ал енді мысалдарға көшейік. For example, my dream is to become a doctor so I can help people get better. Менің арманым дәрігер болу, өйткені мен басқа адамдарды
бақытты жақсырақ ете аламын, яғни денсаулығын жақсы ете аламын. In the future, I would like to travel around the world. Мен болашақта барлық әлемді шарбағым келеді, яғни барлық әлемді көргім келеді деп сіз өзіңіз мамандығыңызды, алға қойған мақсаттарыңызды айтасыз. Және де осы армандарыңызды, алға қойған мақсаттарыңызды айтар уақытта осы 3 фразаны қолданған кезде сіз ерекшеленесіз. Өйткені бұл 3 фразада ешбір жерде қолданылмаған мен жаңа фразаларды әкеп қойып жатырмын. In the future, I would like to. Мен болашақта осылай болғым келеді. I am to become a doctor. Мен болашақта доктор боламын деген ойдамын. My dream is to be doctor. Менің арманым доктор болу. Яғни 3 фразаны қолданған кезде өте қатты ерекшеленіп, сонымен қатар өзіңіздің сөзіңізге көптеген сөздер қоса аласыз. What you aim to do in the future. Сен болашақта кім болғың келеді? Сол секілді айтасыз. Және де осы танысу барысында ерекшеленесіз. Сіз қандай да бір адаммен танысу барысында өзіңізді көп сипаттайсыз, қыр-сырынан таныстыруыңызды қалайсыз, иә? I would like to describe myself as such as that деп өзіңізді таныстырасыз. Яғни describe yourself, өзіңізді таныстыру. I would like to describe, мен өзімді таныстырғым келіп тұр. Myself деген өзімді as kind, as caring or etc. Яғни астына берілген сөздердің барлығы бізде сын есімдер. Kind деген өздеріңіз білетіндей өте жомарт, knowful, soulful, trustworthy, hopeful, honest, positive, позитивті. Және де барлық сын есімдер, оның барлығы адамның өзіндік, мысалы позитивті, осындай жарқын, керемет деп айтатын сөздер болып табылады. Осындай кішкене сабырсыз деп те айтатын етістіктер. Өзіңізді таныстырған кезде I would like to describe myself as kind дегенде айтасыз. Және де екінші фраза I'm kind, I'm optimistic, I'm positive, I'm knowful деп өзіңізді айтасыз. Немесе өзіңіздің достарыңызды таныстырсаңыз болады. My friends would describe me as, яғни сіздің достарыңыз сізді бұл жерде сипаттайды, және де сіз өзіңіздің достарыңызды да сипаттай аласыз. My friends, they are деп сипаттай алсаңыз да болады. Яғни бұл жерде өзіңізді сипаттау 3 фразаны да қолдансаңыз өте жақсы, өйткені 3 фразада дәл қазіргі уақытта актуальны. Kind, caring, optimistic, humble, positive, knowful, soulful, trustworthy, hopeful, honest. Оның барлығы адамның мінез-құлқына арналған сын есімдер болып табылады. Яғни осы 3 фразаны қолдана отырып өзіңізді таныстырасыз. Ал енді жаңадан бері түсіндіріп келе жатқан барлық тақырыптарды қоса отырып өзіңізді self-presentation құрастырайық. Greeting, good morning, name, өзіңіздің атыңыз айтасыз, жасыңыз бар, өзіңіздің сипаттамаңыз, қай жақтан екеніңіз, place or origin, rescues, барлығы осы текстте қалыптасқан. Ал ендеше оқиық. Good morning, my name is Anna. I am 20 years old. I am originally from China, but I currently live in an apartment in London. I'm a student studying at a university in London. I'm from a family of 4. I like to spend my time drawing and reading as it makes me feel happy. In the future, I would like to become a doctor. I would describe myself as a kind and friendly person who loves to meet new people. Яғни, бұл жерде барлық жаңа мен айтып кеткен, сипаттап кеткен, барлығын түсіндіріп кеткен тақырыптың барлығын біріктірген кезде осындай өте керемет ауқымды таныстыру шығады. Яғни self-presentation. Енді қазақ тіліне аударайық. Қайырлы таң, менің есімім Анна. Мен 20 жастамын. Мен қытайлықпын, бірақ дәл қазіргі уақытта Лондонда тұрамын. Мен Лондондағы университетте оқимын. Мен осындай 4-ші отбасыданмын. Мен өзімнің уақытымды сурет салумен оқуға арнағым келеді. Өйткені бұл мені өте бақытты әрі қуанышты сезім алып келеді. Болашақта мен дәрігер болғым келеді. Мен өзімді өте жомарт әрі досшыл адам деп таныстырғым келеді. Және де who loves to meet new people, яғни жаңа адамдарды таныстырған жақсы көретін адамдардың бірімін деп тұр. Оқушылар, мен барлығын түсіндіріп кеттім. Осы жерде қамтыған тақырыптардың барлығын қамтып
түсіндіріп, ең актуальный, керемет, ерекшеленетін фразалардың барлығын айтып түсіндірдім. Яғни бағана осы слайдтан бұрын сізге Аның өзін таныстырғанын көрсеттім. Self presentation кішігірім. Ол тем более кішігірім, ол жерде кішкене ғана хоббиіңіз, кішкене қай жақтан шыққаны сол туралы бар. Яғни сол секілді өзіңіздің де self presentation таныстырғаныңызды жазып қойып, жаттап жүрсеңіз, кез келген кезде өзіңізді таныстыра кетші деген кезде ағылшын тілінде таныстырып мақтана аласыз. Мен осылай сөйлей аламын деп. Ал мына жерде тақырыптың барлығын түсіндірдім. Greeting дегеніміз амандасу, name есім, age жас, place of origin қай жақтан шықтыңыз, residence дәл қазір уақытта қай жерде өмір сүресіз, occupation, family, hobbies, future goals, describe yourself барлығын мен осы видеода түсіндірдім. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, қош сау болыңыз. Ал енді оқушылар, бұл біздің ағылшын тілін нөлден бастап үйрену 9-шы сабағымыз. Ертеңгі сабақта біз барлық өткен тақырыптарға байланысты экзамен жасаймыз, тест жасаймыз. Содан кейін ағылшын тілін нөлден бастап үйрену екінші потокты бастап жаңа тақырыптар үйрену. Оқырмандар, құрметті оқырмандар, осындай прямой эфирден қалып қалмаңыздар. Сонымен қатар менің телеграм-каналыма тіркеліп, TikTok аккаунтыма да тіркеліңіз. Оның ссылкасын описанияға қалдырамын, міндетті түрде кіріп, жаңа ақпараттарды сол жақта бөлісемін.